Әке, осы бақыт дегене бұл сөзді маған қалай түсіндіре аласыз? Балам, оны қайтейін дебің? Осы тақырып бойынша мұғалім шығарма жазып келіңдер деген соған сұрап жатқаным ғой. Ондай болса тыңда, балам. Бақыт деген ол сенің байлығың, жиған дүниең, мал мүлкің. Қазіргі заманда байлық дүниең болмаса, саған ешкім адам ретінде қарамайды. Дүниең болса, сыйлы, абыройлы, адамдардың ортасында дәрежең жоғары болады. Бақыт деген сол. Сондықтан бақытты болғың келсе, қазірден бастап мал мүлік, дүние жинауды үйрене бер. Нағыз бақытты адам ол бай адам. Шынында да солай ма, әке? Иә, солай шынында да. Досым, осы біз екеуміз деймін да. Өмір бойы біреудің есігінің алдында жұмыс істеп келеміз. Мына дүниеде бақыт не екенін білмей өтіп кететін сияқтымыз ғой, иә? Жоқ ғой. Бақыт деген қолда тұрған нәрсе ғой ол. Қалай сонда? Енді қысқасы былай ғой. Біз біреудің үйінде жұмыс істеп жүрген болсақ, тегін істеп жүрген жоқпыз ғой. Тапқан ақшасын жинайық. Қаржыны жинағаннан кейін екеуміз саяхатқа шығайық. Ел көрейік, жер көрейік. Міне нағыз бақыт. Болды ма? Сол-ақ па? Енді не? Нағыз бақытты сезіну үшін жан рахатына өмір сүру керек. Күйбең тіршілік деп жүрсең, жүре бересің. Өмір бітпейді ол. Сосын бақытсыз болып өтіп кетесің өмірден. Жан, Ау, мұны Берік бар емес пе? қайсы? Қайсы дегенде сіздің досыңыз ше? Не болыпты оған? Сол өткенде келіншегінің туған күніне Мальдив аралдарына жолдама беріпті. Екеуі жақында сол жаққа кетіп бара жатыр екен. Жақсы болған екен. Соны маған мақтанып айтып жатыр да. Сосын мен де айттым, біздің Ержан ертең Европаға жолдама алып жатыр, біз де жақында сол жаққа кетеміз деп айттым. Европаға? Иә. Мен қашан айттым? Айта салдым да, сол жерде абыройымыз түсіп қалмасын дедім да. Ой, сен. Екеуі бақытты шығар, иә? Шетел аралап, қалаған заттарын істей алады. Немене, бақытты болу үшін шетелге бару керек па не? Бармау керек па не? Шетел аралап, ерлі зайыпты болып, қол ұстасып, жүрген нағыз бақыт емес па? Жан, сен тыңда. Бақыт деген ол әр адамның өзінің қолында тұрады. Бақытты болу үшін міндетті түрде шетелді аралаудың қажет жоқ. Әрбір сәтті бақытқа балауға болады. Мысалы, қазір екеуміздің отырысымыздың өзі бір бақыт. Бір-бірімізге қарап күлімдегеніміз, тіпті кейде ұрсып қалғанымыздың өзін бақытқа жатқызуға болады. Айналада болып жатқан түрлі құбылыстарды тек жақсы жағынан, яғни позитивті түрде қабылдасаң, ол кезде де бақытқа кенелесің. Ал мен үшін бақыттың ең үлкені ол екеуміздің табысып, өмірге қол ұстаса аяқ басқанымыз. Тоқ етерін айтқанда, бақыт деген ол әр адамның жүрегінде. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты болып жүргенің, бақытында басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ ойнағаның күлгенің. Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытты сол тәрі кетіп түндерім, бақыт іздеп азаптанса кімдегім. Бақыт іздеп мал бақ, мейлің тас қала, бірақ бала мына нестен тастама. Бақыттысың, бақыт іздеп сорласаң,
бақытты боп сорлап жүрсең масқара.